بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح بك نستعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته құрметті жамаат, әдеттегідей имам ас-Суйути рахимахулланың қабір ахуалына қатысты кітабын жалғастырамыз. وأخرج الحافظ أبو محمد الخلال رحمه الله في كتاب كرامات الأولياء بسنده عن أبي يوسف الغسولي رحمه الله قال Абу Мұхаммад әл-Халлал рахимахулла өзінің сол санадымен, тізбегімен Абу Юсуф әл-Ғасули деген кісіден жеткізеді. Дахула алайя Ибрахим ибн Адхам биш-Шами фақал. Сол кісі айтады, мен Шам елінде жүргенімде дейді, Ибрахим ибн Адхам деген атақты әулие кісі өткен, сол кісі маған кел дейді, кір дейді. Сөйтті де былай деп айтты дейді. Лақад раайту ал-яума аджабан. Мен бүгін бір қызық нәрсе көрдім деп айтты. Қулту ва ма зак? Ол қандай нәрсе деп сұрадым. قال وقفت على قبر من هذه المقابر فانشق لي عن شيخ خضيب. Осы маңайдағы қабірлердің біріне барып тұрған едім дейді. Сөйтіп бір қабір ашылды дейді. Содан бір қарт кісі шықты дейді. فقال لي يا إبراهيم سل فإن الله أحياني من أجلك. Сөйтіп айтады, ей Ибрахим, менен сұра, өйткені Алла тағала мені, сен сұрау үшін мені неседі, осы тірілтіп қайттан шығарды дейді, жер бетіне шығарды дейді. Құлту, сөйтіп ол кісі айтады, Ибрахим ибн Адхам рахимахулла, ма фаалаллаху бик. Бірінші сұраған нәрсесі, сен қайтыс болғаннан кейін Алла тағала саған не істеді деп сұрадым. Қол лақитуллаха биамалин қабихин. Сөйтіп жаңа қайтыс болған қарт кісі айтады, мен Аллаға сондай жаман лас амалмен жолықтым, яғни жаман амал істеген башын кезде жаман амалмен Аллаға жолықтым дейді. Фақала ли, сөйтті Алла тағала маған былай деп айтады. Қад ғафарту лака би салас. Үш қасиетің үшін мен саған сол не күнәларыңды кешірдім деп айтады. Үш амалың үшін, үш қасиетің үшін мен саған кешірдім. Біріншісі, лақитани ва анта тухиббу ман ухиббу. Сен башытқан кезде менің алдыма келдің дейді, мен жақсы көрген пенделерді жақсы көріп. Башытқан кезде ол кісі, әлбетте кімді, пайғамбар салсам да жақсы көреді, сахабаларды, басқа да Алланың сүйікті пенделері бар ғой, соларды жақсы көріп не істедің, келдің дейді. Қанша күнәһар болсаң да. Бұл бірінші амалы. Екіншісі, валақитани валайса фи садрика мисқал зарратин мин шарабин харам. Және де сен дейді, менің құзырыма келдің дейді, сенің бойыңда бір тамшыда не болмады дейді, харамнан болған, былайша кезде арақ сияқты сондай харам нәрсе болмады дейді. Демек, қанша күнәһар болса да өмірінде не істемеген, арақ ішпеген. Үшінші несі, қасиеті, валақитани ва анта хадиб. Және үшіншісі, сен маған қарт болған халде келмейді, былайша кезде, қарт жаста, үлкен жаста. وأنا أستحي من شيبة الخضيب أن أعذبها بها النار أن أعذبها بالنار. Ал мен болсам дейді, сондай қарт пендемді, сондай ақ сақалымен сондай қарт пендемді отпен азаптаудан ұялам деп айтты Алла Тағала. Қол валтаама алқабру аля шейх. Сөйтті де жаңағы қарт кісі қайттан қабірге кіріп кетті дейді. Сумма қала Ибрахим, сонда Ибрахим рахимахулла айтты, уайхака я ғасули амилиллаха юрикал ажаиб. Сонда айтты жаңағы Ибрахим ибн Адхам Ғасули деген кісіге, Аллаға, Алла бұйырғандай мәміле қылсаң, Алла тағала саған ғажайып нәрселерді көрсетеді деп айтты. Башытқан кезде тыйғаннан тыйылсаң, бұйырғанын орындасаң, онда Алла тағала саған не істейді, ғажайып нәрселерді көрсетеді деп айтты. وقال البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن مجيب ابن إبراهيم حدثنا إسماعيل بن يحيى بن حازم السلمي حدثنا خشنام المقسباذي عن أبيه عن جده عن أبي إبراهيم وكان قاضي نيسابور.
осы тізбекпен келіп айтады, Ибрахим, Абу Ибрахим деген кісіден жеткізеді. Ол кісі кезінде Найсабур деген елдің несі болған, қазысы, былайша айтқанда сот сияқты қазіргі таңда сондай қазы болып жұмыс істеген. Фадахала алейхи ражулун, сөйтіп сол қазы болып тұрған кезінде дейді, бір кісі келді дейді менің қасыма. Фақила лаху инна инда хаза хадисан ажабан. Сөйтіп қасындағы бір кісілер айтты дейді, жаңағы қазыға. Мына кіріп келген кісі туралы айтты дейді. Мына кісіде сондай бір қызық қисса бар, сондай бір қызық оқиға бар деп айтты дейді. Фақала я хаза ма ху ва ма хуа. Сөйтіп қоды, жаңағы сот болып жұмыс істеген кісі айтты дейді. Ей пәленше, айт, қандай қызық оқиғаң бар деп айтты дейді. Қала и'лам анни кунту раджулан наббашан анбушул қубур. Мен дейді бұрынғы өмірімде, енді бұрынғы өмір деген кезде бірнеше жыл алдын деген сияқты қабірді қазып, қайтыс болған адамдардың қабірін қазып, кепендерін ұрлап, мысалы немесе алтын тісі болса алтын тісін ұрлап деген сияқты сондай жаңағы жұмыс сондай едім дейді. Былайша айтқан кезде ұрлықшы, бірақ андай қабірлерді жаңағы қазып сондай өліктердің киімін сондай ұрлайтын едім дейді. Фаматат имраатун, бір күні бір әйел кісі қайтыс болды. Фазахабту лиа'рифа қабраха фасаллайту алейха. Сөйтіп мен оған жаназасына бардым дейді. Бірақ он барғандағы мақсатым бір сауап үшін емес, бәлкім қай жерге жерленді соны біліп алу үшін жаназасына барып қатыстым дейді. Сөйтіп біліп алдым дейді, жаназасына барып қатысып, жаназасын оқып, қай жерге жерленгенін біліп алдым да. Фаламма жаннал лейлу захабту ли анбуша анха. Сөйтіп түн болған кезде бардым да қабірін қазуға бардым дейді жаңағы әйел кісінің. Оларабту яди иля кафаниха ли аслубаха. Сөйттім да жаңағы қабірін қазып келіп, енді жаңағы анау қайтыс болған әйелдің несін, кепенін алайын деп жатқанымда дейді, фақалат, қайтыс болған әйел кісі былай деп сөйледі дейді. Субханаллах, Алла тағала пәк. Ражулун мин ахли джаннати яслубу мраата мин ахли джаннати. Жәннат иелерінен болған адам, жаңағы ұрлықшыны айтып отыр. Жәннат иелерінен болған адам жәннат иелерінің киімін тартып алмақшы ма деп айтты дейді жаңағы әйел кісі. Сумма қалат, алам та'алам аннака мимман саллайта алайя ва анна Аллаха азза ва джалла қад ғафара лиман салла алайя. Сен білмейсің ба дейді, сен өзің маған жаназа оққандардың қатарында болдың ғой дейді, сен сорлап жатқан кісіге. Және Алла тағала менің жаназама қатысқан адамның бәрінің күнәсін кешірген білмейсің ба деп айтты. Сөйтіп не істеп айтты. Енді ғалымдарымыз айтады, демек дейді, кейбір жаназаға қатысқан кезде дейді, сол қайтыс болған адам қатысқан, енді жаназаның мағынасы не, дұға қылу ғой, дұрыс па? Сол қатысқан жаназаға қатысқан адамдардың дұғасынан пайда алады дейді, қайтыс болған адам. Ал кейбір кісілер бар дейді, сондай Алланың сүйікті пенделері, сіз ол жаназаға барсаңыз, керісінше сіз пайда аласыз. Яғни сол қайтыс болған кісінің жаназа намаз оқыдыңыз ба, онда сол қайтыс болған кісінің құрметіне Алла тағала сіздің күнәңізді кешіреді. Сонда мұқтаж біз болып тұрық та, ана қайтыс болған кісіден қарағанда. Ал енді біз білмейміз ғой, кімнің Алланың құзырында әулие емес екендігін. Демек шама келгенше, қай жерде бір жаназа болса, шама келсе, уақыт болса, қатысып қалу керек та. Кім біледі, бәлкім сол бір жаназалардың бірі ертең Алланың құзырында құтылып кетуімізге бір себепші болады. Енді атақты Ибн аль-Қайим рахимахулла, ол кісінің китабы Ар-Рух деген кітабы бар, сол кісі айтады. Ал-хадис вал-атару тадулу аля анна заира мата жаа алима бихил мазуру. Енді ол кісі айтады, жалпы сол аят хадистер мына нәрсеге нұсқайды дейді. Тірі кісі қайтыс болған кісінің қабірін зиярат етуге барады ғой. Сол кезде қайтыс болған кісі, сол қабірде жатқан кісі келіп зияратқа келген кісілердің қай уақытта келсе де кімнің келгенін не біліп отырады дейді. Ва самиа каламаху, оның сөзін естиді. Ва аниса бихи, және оның мен не істейді, бір жылулық сезеді, бір жаңағы бір тірі кезінде көргендей бір қуанып қалады дейді. Ва радда алейхи, және оған сәлеміне жауап береді. Ва хаза аммун фи хаққи шухадаи ва гайрихим. Енді бұл дейді, шахид болған, Алла жолында қайтыс болған кісі болсын, немесе басқа мүмин мұсылмандар болсын, бәріне ортақ дейді. Былайша айтқан кезде тек қана жаңағы шахид кісілер ғана біледі деген сөз емес еді. Бәлкім басқа да мұсылмандар біледі. Ва аннаху ла тауқита фи залик, және де ол нәрседе уақыт қою жоқ дейді. Былайша айтқан кезде кейбір риуаяттар бар, қайтыс болған кісілер жұма күні естиді деген сияқты. Бірақ ол кісі айтады, негізі дұрысырақ көзқарас, қай 24-те 7 қай уақытта барсаң да қайтыс болған кісі не істейді, сенің сөзіңді естіп, және сәлем берсең, сәлеміңе жауап қайтарады.
وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت يا صحيح مسلم ده келген риwаят Айша анамыздан رضي الله عنها قلت كيف أقول لهم يا رسول الله сөйтіп Айша анамыз егер мен қайтыс болған қабір иелеріне барсам я қайтыс болған адамдардың қабірлеріне барсам оларға не деп айтам деп айтты дейді قال قولي السلام على أهل الديار من المسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون былай деп айтты дейді иә мұсылмандардың енді мұсылмандардың тобына иә енді қабірде жатқан кілең мұсылмандар ғой сол мұсылмандардың тобына не алланың сәлемі болсын алла тағала бізден ерте алдын кетіп яғни сол қайтыс болғандарды да және де тірі қалған біздерді де алла тағала мейірімде өлесін және біз алла қаласа сендерге не істейміз жолығамыз иә деп осы дұғаны не істеген иә үйреткен демек қабірге барған кезде сүннет бойынша иә сол қабір иелеріне не істеу керек иә амандасу керек وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة бір күні пайғамбар салсам Медина жақтағы Медина еліндегі қаласындағы бақия жәннат мекен қабірстан мекен немесе басқа сондай бір қабірлер болса сол қабірлердің қасынан өтіп баратып сөйтті да жаңағы қабірдегі сол қабірдегі жалпы қабірге жүзімен қарады да былай деп айтты фақуала ассаламу алейкум ахлал қубур қабір иелері иә сендерге алланың сәлемі болсын яғфируллаху лакум алла тағала сендерді кешірсін әнтум салафуна сендер бізден алдын өтіп кеттіңдер уа нахну бил аthар және біз сендердің арттарыңнан не келе жатырмыз яғни біз де не істейміз сендерге қарай қастарыңа жолығамыз деген мағынада وأخرج ابن أبي شيبة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يرجع من ضيعته فيمر بقبور الشهداء енді атақты сахаба Саад ибн Абу Ваққас радиаллаху анху өзінің бір несі бар екен алқап сияқты егін алқап сияқты сөйтіп сол жерден жұмыс істеп қайтып келе жатқан кезде шахид жаңағы сахабалардың қабірлерінің қасынан өтеді екен фаяқул сөйтіп оларға былай деп айтады екен ассаламу алейкум уа инна бикум лахиқун иә сендерге алланың сәлемі болсын біз сендерге не істейміз жолығамыз сумма яқулу ли асхабихи сөйтіп қасындағы адамдарға айтады екен әла тусаллимуна аля шухадаи фаярудду алейкум сендер мына шахидтерге сәлем бермейсіңдер ме олар да сендерге не істейді ғой қайтарады ғой жауап қайтарады ғой деп айтты дейді وأخرج عن الحسن حسن البصري رحمه الله айтты дейді من دخل المقابر فقال кім бір қабірге кіріп я қабірстанға кіріп былай деп айтса дейді اللهم رب الأجساد البالية я осы тозып кеткен денелердің раббысы болған алла тағала والعظام الناخرة және де не шіріп кеткен сүйектердің раббысы болған алла тағала التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة ол сондай кісілер иә өмірден өтіп бара жатқанда енді өмірден саған иман келтірген халде өткен бұл осы денелердің раббысы болған алла тағала أدخل عليها روحا من عندك иә бұлардың қабірлеріне өзіңнің құзырынан бір мейірім кіргіз уассаламан минни және менің сәлемімді не істе оларға жеткіз деп айтса дейді осы дұғаны айтса дейді истағфара лаху куллу муъминин мата мунзу халақаллаху адам адам алейхиссалам жаралғалы бері қайтыс болған қанша мұъмин адам болатын болса сол мұъмин адамдардың барлығы жаңағы кісі үшін не істейді истиғфар қылады дейді иә ол кісі үшін не алладан кешірім сұрайды деп айтты дейді وأخرج أيضا عن بشر بن منصور رحمه الله قال كان رجل يختلف إلى الجبال فيشهد الصلاة على الجنائز бір кісі бар еді дейді қабірстанға барып сол жақта жаназаға қатысатын дейді فإذا أمسى وقف على باب المقابر кеш уақыт болған кезде сол қабірстанның аузында тұрып былай деп айтады екен анасаллаху вахшатакум я алла тағала жалғыздықтарыңа жеңілдік берсін уарахималлаху ғурбатакум және алла тағала сол бөтен жерде болғандықтарың үшін я алла тағала сендерді мейіріміне алсын уатажауазаллаху ан сайиатикум алла тағала күнәларыңды кешірсін уақабилаллаху хасанатикум және алла тағала жақсы амалдарыңды қабыл алсын деп жаңағы дұға қылады екен لا يزيد على هؤلاء الكلمات осы сөзге артық қоспайды екен
тек осы дұғаларды айтады екен үнемі. قال ذلك الرجل فأمسيت ذات ليلة فانصرفت إلى أهلي ولم آتي المقابر. Сөйтіп бір күні кешкісін дейді қабірстанға кірместен бірден отбасыма қарай кетіп қалдым дейді. فبين أنا نائم мен сол күні ұйықтап жатқанымда дейді إذ أنا بخلق كثير قد جاءوني. Сөйтіп түсімде қарасам көп адам маған келіп дейді. قلت ما أنتم وما حاجتكم. Сендер кімсіңдер және не мұқтаждықтарың бар, не үшін келдіңдер деп. قالوا نحن أهل المقابر. Біз сен күнде келіп жүрген не қабір иелері. قلت ما جاء بكم. Сендер не нәрсе алып келді, не үшін келдіңдер деп не дейді? Айтты дейді. قالوا жаңағы келген бір топ, түсінде келген бір топ кісі айтты дейді. إنك قد كنت عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك. Сен күн сайын біздің қабірстанның қасынан өтіп бара жатқан кезде бізге күнде не сыйлық беретін едің ғой деп айтты. قلت وما هي. Сөйтіп ол қандай сыйлық деп айттым дейді. قالوا الدعوات التي كنت تدعو بها. Сен дұға қылып жүрген, айтып жүрген дұғаң сол біз үшін не сыйлық. قلت فإني أعود لذلك قال فما تركتها بعد. Сөйтіп айттым дейді, онда болды, мен қайтадан сол неме ісіме қайтам деп айтты да, сөйтіп одан кейін ол нәрсені, ол амалымды тастамадым дейді. Демек, тірі кісілердің жаңағы марқұм кісілерге дұға қылуы, ол былайша айтқан кезде біздің тарапымыздан ол кісілерге берілген не сияқты? Сыйлық сияқты, хадия ретінде. Мысалы, Құран оқып бағыштау, зікір айтып сауабын бағыштау, немесе дүнияуи бір ақша жұмсауда, ол да не, иншалла, сауап. وأخرج البيهقي في البعث وابن أبي الدنيا في كتاب المنامات عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن سلمان الفارسي وعبد الله بن سلام التقيا. Bir күні екі сахаба, бірі Сальман әл-Фариси радиаллаху анху және екіншісі Абдуллахи ибн Салам радиаллаху анху, екі сахаба жолықты дейді. فقال أحدهما لصاحبه. Сөйтіп біреуі екіншісіне былай деп айтты. إن لقيت ربك قبلي فأخبرني ماذا لقيت. Егер менен алдын қайтыс болсаң, онда сенің жағдайың қалай болғандығын маған айт деп айтты. فقال. Сөйтіп біреу айтты дейді. أو يلقى الأحياء الأموات. Сонда қайтыс болған кісілерді тірі кісілер жолықтыра ма деп айтты. قال نعم. деп айтты. Енді былайша айтқан кезде бас алдыңғы оқиғаларда немесе алдыңғы сабақтарда айтыға түсінде көруі не әбден мүмкін, немесе түсінде көрген оқиғалар болған. أما المؤمنون فإن أرواحهم في الجنة. Расында мүминдердің рухы не жәннатта болады. وهي تذهب حيث شاءت. Және олардың рухы қалаған жеріне неседі барады. Немесе басқа риуаяттарда келген сияқты шахид кісілердің рухы, немесе жалпы мүмин мұсылманның рухы жәннатта сондай жасыл құстың несінде, көкірегінде болады дейді. Бір көзқарас кәдімгі көкірегінде болады дейді. Бір ғалымдар жоқ, бәлкім сол жасыл құстың бейнесінде болады деп айтады. Екеуінде де не жоқ, ешқандай проблема жоқ. وأخرج أحمد والحاكم وصححه والبيهقي وابن أبي داود في البعث وابن أبي الدنيا في العزاء من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. أبو هريرة رضي الله عنه أيتيده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم أيته أولاد المؤمنين في جبل في الجنة. Мүминдердің, кішкентай балиғатқа жетпей қайтыс болған ұрпақтары, балалары жәннатта бір таудың үстінде болады деп айтты. Якфулухум Ибрахим ва Сарату. Оларға жаңағы көзқарас бастан кезде бас көз болып қарап жүретін адам Ибрахим алейхиссалам және ол кісінің жұбайы кім? Сара анамыз болады деп айтты. Хатта яруддахум иля абайхим яумал қиямати. Қиямет күні оларды ата-аналарына не істегенге дейін, қосқанға дейін дейді. Тура сол сияқты мынандай риуаяттар бар дейді. Жәннатта туба деген не бар? Ағаш бар дейді. Сол ағаштан дейді, сондай бір жеміс сияқты бір нәрсе шығады дейді. Содан жаңағы мүминдердің балалары содан емет дейді. Содан еміп не жаңағы қиметке дейін солай болады дейді. Енді бұл нәрсеге тағы нұсқайтын жаңағы Сахих Бухариде келген риуаят бар дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтты, баласы Ибрахим қайтыс болған кезде расында Ибрахимнің жәннатта емізушісі бар деп айтты. Расында Ибрахимнің жәннатта емізушісі бар деп неседі, тура осы нәрсеге неседі нұсқат дейді. Және де басқа риуаяттарда
сол қайтыс болған жаңағы кішкентай балалар жәннатта жүріп алла тағаладан сұрайды екен: я раббым, алла, менің ата анам келді ма деп сұрайды дейді. Ол дегені дейді, қандай да жаңағы басқа риуаяттарда келеді ғой, қандай да бір мұсылманның жаңағы баласы қайтыс болса, сөйтіп алланың тағдырына разы болып, аллаға күпірлік келтірместен, иман келтіріп, сабырлықпен шыдаса дейді, онда мен оған жәннат беремін дейді. Бірақ шарты не екен? Сол нәрсеге алла берді, алла өзі алды деп не істеу? Сабыр ету дейді. Былайша айтқан кезде мен мұсылман адамның несін, иманның дәрежесін көрсететін нәрсе. Субханак Аллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настағфирука ва натубу илейк. Алла тағала азғантай естіп білгендерімізге амал қылып, амалымызда ықыласты болуымызды нәсіп етсін.